Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қыстың қамын жаз ойла демекші тұздалған қиярдың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қытырлақ өте дәмді болып шығатын болады. Ең алдымен біз қиярларымызды жақсылап тұрып жуып аламыз. Егер қаласаңыз, қиярды жуғаннан кейін үлкен ыдысқа салып, салқын суда 1-2 сағат ұстасаңыз болады. Немесе мен сияқты жақсылап тұрып жуып алсаңыз да болады. Екі басын алып тастаймын. Кейбір рецепттерде бүтіндей қоса береді, бірақ өзіңіздің қалауыңыз. Мен екі басын алып тастайтын боламын. Банкаларыңызды, банкаға жабатын крышка, яғни қақпақтарыңыздың барлығын міндетті түрде булап алу керек. Шамамен 3-4 минуттай тұрса жеткілікті. Содан соң барып банкымызға қиярларымызды салып бастайтын боламыз. Ең алдымен мен 3 литрлік банкіден біреу пайдаландым. Негізі қиярдың ортаншасын таңдағандарыңыз дұрыс. Мен арасында ірілері де болды менде. Сол себепті барынша орташалы көлемді таңдаған дұрыс. Қиярымызды салғаннан кейін укропымызды саламыз. Кепкен түрімен мен свежий түрін, 2 түрін пайдаландым. Және қыздар, мен хрен жапырағын пайдаландым. Әрине өзіңіздің қалауыңыз, қалай салсаңыз да 3-4 бөлікке бөліп салсаңыздар да болады. Осы кезде таңқурай жапырағы, шие жапырағын қоссаңыздар да болады қыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз. Свежий укроп түрінде пайдаландым. Содан соң барып үстіне қиярларымызды қайтадан саламыз. Және сарымсақ салуды да ұмытпаңыздар. Бұл жерде менде 3 литрлік банкі болғаннан кейін 3 дана сарымсақ пайдаландым. Міндетті түрде нығыздап тұрып салыңыздар, сонда әдемі болып көрінеді. Бір жағы молынан да кететін болады, яғни қиярларыңыз көптеу болып жабылатын болады. 3-4 дана сарымсақ саламыз, яғни чеснок. Одан кейін барып үстіне тағы да 1-2 қиярымызды салып, тағы да банкымызды нығыздайтын боламыз. Міне осымен біздің банкамызда толықтай жинақталып болды. Оның үстіне 3-4 дана лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Және қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Міндетті түрде қыздар ескеріңіздер, суды бірден құймаңыздар. Бірден құйсаңыздар банкі жарылып кетуі мүмкін. Видеодағыдай суды айналдыра отыра толықтай құйып шығатын боламыз. Бетін жауып кемінде 20-25 минутқа қойып қойыңыздар. Ендігі кезекте біз 2 литрлік банкымызды дайындайтын боламыз. Негізі мүмкіндік болып жатса 3 литрлік банкіге дайындаған өте ыңғайлы, әрі молынан кетеді. 2 литрлік банкымызға қиярларымызды салып бастайтын боламыз. Міндетті түрде банкыны булап аласыздар. Және оның үстіне кепкен укроп, хрен жапырағы, өзіңіздің қалауыңыз қыздар бұның барлығы. Мен описание бөліміне толыққанды атауларының барлығын жазып кетем, сол жақтан толыққанды қарап оқысаңыздар болады қыздар. Видео барысында байқасаңыздар қыздар, мен болгар бұрышын пайдаланған жоқпын, тәтті. Негізі қосуға болады. Барлық рецепттерде көрсетілген. Біздің отбасымызда оны ұнатпағаннан кейін мен тек қана қиярмен және түрлі жапырақтарын қосып, дәндеуіштерін қосып, суын құйып дайындайтын боламын. Енді бұның бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз. Соңында осындай лавр жапырағын қосуды да ұмытпаңыздар. Үстіне міндетті түрде қайнап тұрған суымызды құйып, 20-25 минутқа барлық банкыларыңызды қойып қоясыздар. Суды қыздар тағдайдан бірден құймаңыздар. Жай-жайдан осы видеода көріп тұрғандарыңыздай айналдырып құйып қоясыздар. 20-25 минут көлемінде тұрған суларымызды қайтадан бөлек ыдысқа құйып қайнататын боламыз. Отқа төзімді ыдыстарыңызға видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық суларыңызды құйып аласыздар. Және осы суды отқа қойып, жақсылап тұрып қайнатасыздар. Бұрқылдап қайнау керек, шамамен бір 15-20 минуттай ұстасаңыздар болады. Негізі бірден осы кезде тұзын, қантын салып жауып жіберуге болады, бірақ мен қайтара қайнататын боламын. Суымыз қайнағанша тұз, қантын саламыз. 3 литрлік банкіге үлкен ас қасықтан 2 ас қасық тұз салынды. 2 литрлік банкіге 1,5 ас қасық тұз салынды. Яғни үлкен ас қасықпен 1 ас қасық, сосын жартысы ғана салынды. Описание бөліміне жаза кетемін, сол жақтан да қараңыздар қыздар толыққанды. Ал енді қант қосатын боламыз. Қант менде 3 литрлік банкіге 1 ас қасық қант саламыз. 2 литрлік банкіге жарты ас қасық қант салатын боласыздар. Барлығын қосып болғаннан кейін ең соңында біз міндетті түрде
қара бұрышымызды, ірі бұрышымызды қосатын боламыз. Және оның үстіне біздің жаңағы отқа қойған суымыз осы видеодағыдай емес, буланғандай емес, яғни сақырлап қайнап тұрған кезде барып құясыздар. Асықпай байқап құйыңыздар, қатты ыстық қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Жайлап барлығын толыққанды құясыздар. Және ең соңында негізі аспирин де қосуға болады, бірақ мен оны қаламаймын. Бұрыннан өзімнің анамның келе жатқан рецебті бойынша қақпағына кішкене 1-2 тамшы тамызып, содан соң банканың ішіне 1-2 тамшы тамызып қоямын. Болды, осымен менің банкаларымыз да дайын болатын болады. Әркім енді әртүрлі рецепт бойынша жасайды, қыздар. Сондықтан өздеріңіз көріңіздер, керек жерін алыңыздар, керек емес өздеріңіздің рецепттеріңіз болса, сол рецепт бойынша да жасасаңыздар болады. Енді осындай крышкасын толыққанда жабасыздар, асықпай. Содан соң жабылғаннан кейін міндетті түрде банканы теріс қаратып, көлденеңнен қойып қойыңыздар. Сонда банка жарылмай жақсы болады, тұзы, қанты барлығы толыққанда ериді. Бетін міндетті түрде одеялмен орап қойыңыздар. Сонда жылы жерде әдемі болып тұратын болады. Қыздар, егер осы видео ұнап жатқан болса, менің қазақша каналымның дамуына үлес қосып, төмендегі қызыл батырма подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Егер өзіңіздің рецептіңіз болса, міндетті түрде комментария бөліміне жазып, менің оқырмандарыммен де бөлісе кетіңіздер. Және банкаларыңызды осылай шайқап, теріс қаратып қойыңыздар, сонда тұзы толыққанда ериді.